Сәлем достар, бүгін сіздермен Свит және де біз бүгін Майнкрафтта қалай рельслар мен ловушка жасауға болатынын көрсетеміз. Ол ловушка міне осылай болады. Қазір қалай жұмыс істейтінін көрсетейін. Ол үшін бізге қазір вагонкамен тестировать етеміз. Міне осындай ловушка өте жақсы. Өздеріңіз жасасаңыздар да болады серверлерде. Енді оған керек нәрселер, керек заттар. Оған 3 рельса, кейін вагонетка, липкий поршень, повторитель, редстоун факел и лава. Черный керек. Енді оның қалай жасалатынын көрсетейік қазір. Оның жасалуын қасына бір жерге көрсете салайын. В общем, оны былай үшеу қазасын, кейін шеттейін. Осылай қазасын. Қазір есіме түсіріп алайын дейбі. Жасаймын ғой қазір. Естіп істей салаймыз да, мәшетке бір лавалар құя салайық. Енді лава бізге керек жоқ, одан кейін керек жоқ болады. Ол липкий поршендарды осылай қоясыздар. Оған қоя салайық. Енді повторительдерді тура не қаратып қоясыздар, ешқандай баспайсыздар. Одан кейін мыналарды редстоундарды жүргізіп шығып, одан кейін мынау енді маңызды жері редстоун факел, красный факелді алып мына жерге қою керек. Тура сол жерге. Сол мынау дұрыс істейді. Енді мына жерге рельс с датчиком. Міне механика рельсы. В общем, осындай болады. Енді қазір мешетін істеп берейік. Әшін көрсету үшін анаған ұқсатып істей салып жатырмын. Жүре алмайды ау деймін мен. Пойдет. Енді көрейік қалай болатын. Күтіңіздер. Енді мынаны осындай оңай жасалады. Мен қазір мынау плотный жер болып тұрғаннан кейін, плоский жер болып тұрғаннан кейін байқалып қалады бұл. Ал серверлерде жасасаңыздар болады. Егер де сіздер серверде жасағыларыңыз келсе, реферт еткілеріңіз келсе, заттарын алғыңыз келсе, мынау астында тұрған лаваның орнына терең қазып жасаңыздар болады. Сол кезде ол жұмыс жасайды. Енді мына мынаны қоямыз. И болды. Біздікі дайын. Енді қалай жұмыс істейтінін көрейік. Болды. Осылай өледі адам. Енді достар, мен осы серия осымен аяқталды. Бірақ та мен тағы бір ловушка көрсетейін деп едім. Ол ловушканы мен қалай жасалатынын 5 лайктан кейін көрсететін боламын. Қазір оны көрсетейін. Былай қоясыздар, туалет типа. Кіресіздер, жатасыздар, ішінде болды ловушка, бітті ловушка. Көрдіңіздер ма қандай? Достар, мен осы ловушканың жасалуын келесі бөлімде көрсететін боламын. Ол бөлім 5 лайктан кейін шығады. Болды. Достар, осымен видео аяқталды. Сендермен болған Свит. Қош, сау болыңдар.